Сәлем баршаңызға. Менің арныма тіркеліп, маған қолдау көрсетуді ұмытып кетпеңіздер. Тіркеліп қойыңыздар, алда қызықты видеолармен бөлісетін боламын. Дәмі ерекше шығатын, өте пайдалы салқын көжені ұсынамын. Жемістен жасалады. Ерекшелігі мята қосамыз, құртты, айран қатығымызды, сүзбемізді осылай блендерге салып, үстінен салқын су құйып, блендермен езгіндеп, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап тұнбамыз дайын болған соң, міне көжемізді екі алманы кескіндеп, шұңғылдау ыдысқа салып қойып, осылай үстінен құямыз. Мұздай суды ары қарай тағы да құямыз. Мятамыздың шөбімізді осылай, жалбыз шөбін осылай салып қоямыз. Үстінен мұзды салып, жақсылап араластырамыз. Өзінің дәмін береді. Достар, аптап ыстықта осындай салқын көжені жасап көріңіздер, дәмі ерекше болып шығады.